Ассалаумағалейкум ағайын. Эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елекеев. Елімізде жол апатынан қаза болатындардың саны жыл сайын өсіп барады. Соңғы 5 айдың ішінде 684 адам көз жұмған. Бүгін хабарымызда жол көлік оқиғаларын қалай алдын алуға болады? Жол қозғалысы туралы заң жобасына қандай өзгерістер енгізу қажет деген сауалдарға жауап іздеп көреміз. Мейманымыз Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының фракциясы мүшесі Рамазан Сарпеков. Қош келдіңіз, Рамазан Құмарбекұлы. Құрметті көрермен, қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, жаңа інімізде айтқандай 55-37-10 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңа айтып кеттім ғой, адамның санын көз жұмған. Осыларды естіген сайын әр уақытта бір қиналып отырасың. Себебі не деп, неге осындай жағдайда соншама адам өледі? Енді өзіміз шынында да қоғамның мүшесі болғандықтан біздің де жанымыз осыған қатты қайғырады. Әрбір ақпараттың бетін ашып қалсаңыз, осының төңірегінде әңгімелер. Енді мемлекеттің тарапынан осының алдын алу мәселесі жойында, жолы жойында әртүрлі шаралар қабылданып жатқанын өздеріңіз де білесіздер ғой. Енді мен осыған қоста кетейін сізге осы. Мен білем, сізді осы мәжілістегі ең белсенді депутат ретінде қалғандар маған ренжімес енді. Шыны керек оны айту керек оның барлығын. Одан кейін осы заңға жұмыс тобын басқарасыз. Жайдан жай біз сізді шақырып отырған жоқпыз. Біріншіден менің сұрайын дегенім, мына үкімет тарапынан қандай толықтырулар өзгерістер енгізіліп отыр? Одан кейін әрі қарай өздерінің ұсыныстарын сұрайып көрейін. Мына енді өзіңіз білесіз, қолданыста жүрген заң 1996 жылы қабылданды. Сол заңды іске асыру төңірегінде өкіметтің қабылдаған 3-4 әртүрлі қаулылар бар жаңағы. Енді 96 жылдағы жағдаймен қазір жағдайды мүлдем салыстыруға келмейді. Бүгін Қазақстанда 4,5 миллионға жоқ көлік құралдары бар екен. Енді оны жасы 16-тан бастап мүмкіндігі бар қандай адам болса да қазір жүргізіп келе жатыр. Оның сыртында енді Қазақстан бүгінге ол жол мәселесі жайында 4 халықаралық жаңағы шартқа мүшесі болып енген болатын. Яғни біздің жеріміз арқылы басқа да шетелдің жаңа жүргізушілері, адамдары деген сияқты енді мынау жол қауіпсіздігінің субъектілері ретінде барлығы кіреді ғой, тек қана көлік құралдары ғана емес. Үшінші бір мәселе, мынау үлкен әсер етіп отырған дүние, өзіңіз білесіз, соңғы уақыттарда мынау көлік жүргізушілері дайындайтын бізде мынау оқу орындарының өзі әр көшенің бойында 5-6 қаптап кеткен дүние болды. Оған қойылатын талап. Оның тәсері бар ғой. Иә, оны талап етіп жатқан ешкімде жоқ қазір. Кім қалай ашып жатқан деген сияқты. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, мына соңғы уақытта өзінің біраз құзыретін мынау көлік жүргізу мәселесіне уәкілетті органдар басқа мемлекеттік органдарға берді. Мынау техникалық жаңағы тексеруден өткізу мәселесінің өзі. Яғни адам өзі қарасын, қажет болған уақытта барсын, қажет болған уақытта бармасын деген сияқты әңгімелікті аяғы міне осындай бір өрескел дүниелерге әкеліп жатқандық рас жағдай жаңа. Енді осының алдын алу мәселесінде биылғы жылы мәжілістің қоржынына осы қаңтар айында жаңадан жол жүрісі туралы деген үлкен көлемді заң жобасы келіп түсті. Қолданыстағы заң жобасы жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы деген болатын жаңа. Бұлардың екеуінің тақырыбы да бөлек. Көлемі жағынан да қолданыстағы заңымыздың не барлығы қазір 28 баптан тұратын болса, мынау өзі 16 тарау 110 баптан тұратын жаңағы үлкен бір құжат болып отыр енді. Біз енді міне осының төңірегінде қазір құрылған жұмысшы топқа жетекшісі ретінде осы заң жобасын жүргізіп жатырмыз. Атап айтатын болатын болсақ, бүгінгі күнгі осы ел жұрттың аузында жүрген мынау қалай осыны тоқтатамыз? Қалай адамдардың өмірін сақтап қаламыз деген мәселесін төңірегінде. Сосын жаңағы мынау жол апатынан кейінгі даудама дегенді өзіңіз жақсы білесіз, осы салада көп жыл істедіңіз, жаңағы 1 жылда, 2 жылдап жүреді жаңағы. Осы мәселенің төңірегінде қалай тоқтау қоямыз жаңағы. Қай уақытта өзара келісіп осы мәселені мәмілеге келіп шеше алады. Қай уақытта сотқа жүгіну керек деген тәртібінің бәрін қаратылатын осы заңның үстіне өкіметтің өзіңіз ұсынған жобасында бар. Енді біздің көңілімізден шықпай тұрған дүние кейбір жайттар бұдан сырт қалып отырған. Осыған байланысты бүгінгі күнге осы заң жобасы бойынша 2500 ұсыныс түсіп отыр. 2500 ұсыныс түсіп отыр. Енді ондай 2500 ұсыныс түскен бүгінгі парламент тарихында заң жобасы болған емес енді. Енді соның бәрін ақырындап сараптап қарап отырмыз. Соның әрбір сөзінің өзі
біздің әйтеуір есіл дертіміз халықтың игілігіне жараса екен, содан бір дұрыс норма шығарсақ деген мәселенің төңірегінде қазір. Ал енді осы біздің елде жол көлік оқиғасының қай түрі көп орын алған? Мысалы енді қазір әсіресе мынау бізге енді айтып отырмын ғой, бүгінгі күнге біз 19 жұмыс тобын өткіздік осы заң жобасының төңірегінде. Оның сыртында жаңағы ресми түрде біз осы заңның күрделілігін, маңыздылығын ескере отырып, мынау Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының жанындағы мынау құқықтық кеңес бар, өзіңіз білесіз. Соның отырысында Қазақстандағы бұрын осы салада қызмет істеп кеткен мамандарды және осыған тікелей қатысы бар деген заңгер ғалымдардың барлығын шақырып, үлкен дөңгелек үстел өткіздік. Әр қайсысына алдын ала заңның жобасын қазақ тіліндегі мәтінінде, орыс тіліндегі мәтінінде жіберткіздік. Солардың әр қайсысына біз мынау жол қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ішкі істер министрлігінен зерттеме құжаттарын жинатқыздық. Қандай себеп салдар бар? Яғни осылардың өсу қарқыны қалай, немесе төмендеу қарқыны қалай деген мәселесінің ішінде сондағы зерттеуіміз бойынша әсіресе мынау көктем, қыстың күндері бізде мынау Алматы менен Астананың арасындағы жолда, Астана мен Ресейге кетіп баратын жолдың бойларында табиғаттың жаңағы қолайсыздығы бар, басқа да факторлар бар. Соған байланысты ең жаңағы 15-16 адамнан 20 адамға дейінгі де жаңағы адамның өміріне алып кететін апаттар болып отыр екен. Енді ең осылардың ішінде өрескел түрде орын алатындығы мынау алыс жолға шыққан біздің жүргізушілеріміздің өзінің денсаулығын, жағдайын ескермеу мәселесінде, сосын мынау ауа райының қолайсыздығын алдын ала ескертуге мәселесіне немқұрайлы қарап жолға шығып кетудің төңірегінде, тек қана жаңағы бір үлкен апатқа ғана душар болып қана емес, соның ішінде мынау табиғаттың аязға да ұшырап барыпты, зақымданып жатқандар да бар соның ішінде. Оның барлығы соның жаңағы жол қауіпсіздігіндегі орын алған адамдардың санының ішіне кіріп жатқан дүние. Бұл ресми жаңағы тіркелген мәселе. Ал енді ресми тіркелмеген ауылдың төңірегінде болып жатқан дүниелер ол бір бөлек мәселе. Енді соны қорытындылай келе біз айтып отырмыз, енді бір жолға жөнге келетін уақыт болды. Біз қазір өркениетті мемлекетпіз жаңағы. Бұрынғыдай жаңағы машинеміздің мынау керекті жабдығы жоқ, жолға шығып кетуге тыйым салайық деген сияқты. Жалпы айтқанда мынау қазір алған заңның жобасының 1/3 бөлігі тыйым салу төңірегіндегі нормалар. Яғни соған негізгі заңында осы тыйым салу нормалары қаралғандағы соны орындамаған немесе соны жаңа өрескел бұзған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне жауапкершілік кіргізілген. Ал енді жаңағы үлкен қылмыс жасаған уақыттарда ол қылмыстық кодексіне. Оның үстінде соңғы уақытта өздеріңіз білесіз ғой, Рақасымыз, мынау мас күйінде жол қауіпсіздігін жасап, душар етіп, бір адам, екі адамның өліміне жаңағы себепкер болып жатқан адамдар бізде кейбір уақытта жаңағы әр кетсе 5 жыл, 6 жыл, оларға қарай 10 жыл болса, оның үстінде жазасын өтеу мәселесін жаңағы қоныс колонияларды өтудің төңірегінде. Яғни ол жаңағы абайсыздан жасаған қылмыстардың санатына енгізілген дүние бар. Біз енді қазір қойып отырмыз, егер шын мәнінде де жүргізуші жаңағы машинаға арақ ішкен қалпында отыратындай болатын болса, біз оны қасақана қылмыс жасаған санатқа енгізейік. Бұл енді әрбірден кейін тікелей адамның өміріне қасақана әрекет жасаумен теңескен дүние ғой. Осындай үлкен негіздерді біз оны абайсыздан қылмыстан жасады деп отырмыз. Оның енді себеп салдарын білесіз, оның жазасын өтейтін орынның өзі де жеңіл болады. Сосын оған бірнеше жыл өтегеннен кейін алдын ала шығып кетуге, шартты жазаға шығуға деген сияқты, айыппұлмен кетіп қалуға, немесе жаңа жәбірленушімен мәмілеге келіп аяқтауға деген сияқты жол беретін өзінің себеп салдары бар. Біз айтып отырмыз, енді үлкен қайғылы жағдайға апаратын дүние болатын болса, әсіресе мынау арақ ішіп мас күйінде істеген қылмыстар болатын болса, оны қолға алайық деген мәселе. Тағы да мына сіз келеді дегеннен кейін біз Фейсбукқа, осы парақшамызға жазған едік. Соған байланысты мынау Дәурен Дүйсебаев Шымкенттен: Рамазан аға, мен Шымкенттегі Дәурен есімді іңізбін, мемлекет қызметкермін дейді. Шымкентте көлік саны күн сайын артып барады. Менің айтпағым, жаяу жүргіншілерге арналған жер асты өкілдерінің көбейту қажет дегенге байланысты. Соның ішінде жаңағы дамытуға болады шағын бизнесті. Осыған байланысты өзіңіз пікіріңізді. Дәурен ініміздің ұсынысы өте орынды ұсыныс деп есептейміз. Егер шын мәнінде де
мынау қазір енді біз осы жол қауіпсіздігі мәселесін көтергенде тілімізге бірінші келетін әйтеуір жүргізушілерді айтамыз. Ал енді мынау соған себепкер болып отыратын, немесе жаңағы жас балалардың мектепке баратын, басқа да жағдай үлкен кәрі кісілер бар, зайып адамдар бар, жаңағы кейбір жағдайларға осыған душар болып қалады. Солардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шын мәнінде де осындай жаңағы баламалы дүниені қарастырған дұрыс. Мүмкіндігі бар жерінше жолдың астынан жаңағы өтетін орындарды, мынау велосипедпен жүретіндердің жолдарын, шетелде қалай осы дүниені істеп жатыр, соның төңірегінде қолға алған мәселе дұрыс деп айтамын. Енді Дәуреннің сұрағы тағы бір мәселені қозғап кетіп отыр. Мынау жаңа жол жобасының ішінде, бұлар бұрын бізде Қазақстанда болмаған дүние, тек қана бұрын қаулы болған бізде. Жаңағы мынау жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге аудит мәселесін іске асырудың төңірегінде деген жаңа. Енді олар осыны заңның ішіне аудит жүргізу мәселесін де кіргізген екен. Бір жеке тармақ қылып, өзі 19-20 баптан тұрады екен. Мақсаттар, ойлары сондай әдемі, жақсы іске асырылған. Бірақ енді дәл сондай алып келген нормаларымен ол іске аспайтындығына қазір біздің көзіміз жетіп отыр. Енді ол өздерінің де көздері жетіп отыр. Біз айтып отырмыз, бұның қажеттігі жолды жаңа жоспарлағаннан бастап, проект құжаттарын жасағаннан бастап, соны жасап жатқан уақытта, соны пайдалануға берген уақытта, пайдалану сәттерінде мынау жол қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өкілетті орган тікелей соған араласып, өзінің ескертпелері болса, келіспейтін жерлері болса, солардың ескертулері жай ғана ескерту емес, сол міндетті түрде орындалуға жаңағы мәжбүр ететіндей дәрежеге көтеріп, ақыр шешетін болсақ, солай шешейік деп отырмыз. Телефон сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Құрметті көрермен. Ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Рамазан аға, сізге бір сұрағым еді. Қойыңыз. Қоя берейін, Иә. Мынау Рамазан аға, мынау жолға байланысты мен де өзім бір жүргізушінің есебінде сізге соғып отыр едім. Атырау қаласынан соғып тұрмын. Мынау Орал Атырау екі ортасының жол, мысалы. Өткенде осы 2013-ке осы ГАИ қызметкерлеріне қырғын техника келді. Мысалы бір скоростьдан бір. Ал енді сол қазір скорость деген қатты, екі ортада қарап отырсаңыз. Бірақ бір ГАИ-ді таба алмайсыз. Жол және шеренаш жалпақтығы қысқа. Стандартқа былай қарағанда қалалық дүзон дейді, мысалы дүзон дейді, ол мысалы келесі машина алғым жасауға сыймайды. Сосын көп авария болатын осы екі ортада Орал Атырау. Бірақ бір ГАИ таба алмайсыз. Соны рахмет сұрағым. Жақсы. Мен айтайын, Рамазан, біз бір күні бойы жүретін едік. Қазір 4 сағат, 4,5 сағат жетіп барады. Жаңадан сол. Мен енді бұл сұрақты жаңағы жол қауіпсіздік жаңа өкілдермен қамтамасыз ету мәселесін басшыларына жеткізейін. Оның үстіне болса біз келесі жұмада осы мәселе төңірегінде 3 жұмыс тобын тағайындап отырмыз жаңағы. Сосын жаңағы жолдың төңірегінде болған проблемалар, олар онсыз да өздері біліп те отыр. Бірақ енді біздің ресми түрде осы осы хабардың нәтижесі ретінде барша Қазақстанға таралып отырғаннан кейін онда бір салмақтырақ болатын шығар деген ой бар ғой. Тағы да бір сұрақ осы келіп отыр. Жол қозғалыс ережелерін бұзғандар үшін айыппұл көбейіп жатыр дейді ғой. Мына енді айыппұлды көбейтіп жатырмыз енді. Осы нәтиже шыға ма деген нәтиже шыға ма деген шынында да қызық дүние. Жүргізушілерді сұрасаңыз қайда алып барасыздар осы айыппұлдың көлемін деп отыр жаңа. Бір ғана айыппұлды көтере беруменен біз бұл мәселені шеше алмаймыз. Ол шеше алмаймыз. Мүмкіндігінше біз көтердік жаңағы. Тіпті мынау қазір Астанамен неге Бурабайға баратын жолдың өзінде де қазір жүру ақысы 200 теңге болатын болса, төлемей өтсің, соның өзін ең төменгі көрсеткіші 8.000 теңге айыппұл сөйлесің деп те оны қазір жазып жатыр. Біз айтып отырмыз, төлейтін 200 теңге, байқамай өтіп кетсең 8.000 теңге төлейсің деген сияқты. Бұл енді бір түрлі бір әдет сияқты болып кетті. Шынында да ол енді көп нәрсеге апармас. Мына заң жобасының ішінде жаңа нормалардан осы айыппұл мәселесін әкімшілік құқық бұзушылығы жаңа кіргізілген жаңадан көп болса бір 14-15 қана норма бар. Мынау аудит мәселесі бойынша, техникалық тексеруден бас тартқан мәселесі бойынша, немесе жалған құжат алатын мәселелер бойынша. Ал бұрынғылардың ішінен шын мәнінде соңғы уақытта мына зерттеулер бойынша өсіп келе жатқан жаңағы әрекеттер бойынша. Мысалы, мынау қызыл светофордың жаңағы бұйрығына бағынбай өтіп кету, қарама-қарсы жаңа көлікке шығып өте қате. Ол енді өте адамға, ол тек қана өзінің емес, жолда келе жатқан барлық жаңағы жүргізушілерге әсер ететін дүние. Сосын жаңа қатты жылдамдықпенен оңынан солынан жаңағы бұрып кету үшін, сосын жаңағы қажетсіз жерге тоқтап
жаңағы өзінің жаңағы әртүрлі мәселесіменен телефонымен сөйлесіп деген сияқты, енді ол үлкен әсер етті. Мынандай қазіргі Құдайдың құтты күні кешке жақын ертеңгісін кешкісін мынау 15-20 минут тұрып қалатын дүниенің ішінде олар сондай жасаса тіпті ұзарып кететін дүние бар ғой. Сосын жаңағы мынау қауіпсіздік белдігін тақпау мәселесінің төңірегінде оның пайдасының қалай екендігін, оның жаңағы тағып жүргендегінің нәтижесін қазір көпшілігі мойындап қалды. Қазір әдет болып келе жатыр. Отырған кезде мәшиненің күлішін бұрамастан бұрын соны салатын әдет болып келе жатыр. Сол сияқтыларды кішкене қазір көтеріп жатырмыз, бірақ біздің талабымыз айыппұлды мейлінше жоғары көтере бергенше мынау алдын алу жұмысына, профилактикалық жұмыстарға давай соған жұмыс істеңіздер деп отырмыз. Сіздер енді күні бойы көшенің бойында тұрасыздар деп отырмыз. Сондағы мақсаттарыңыз айыппұл түсіру емес, соларға бір ескертіп, жаңағы назарына жеткізу болсын деген мәселені. Тағы да сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Айта беріңіз. Айта беріңіз. Алло, здравствуйте. Да, орысша. Говорите. Можно говорить, да? Пожалуйста. Значит, Илья Лунев, управляющий партнер юридической компании. Говорите. У меня вопрос к уважаемому депутату. Пожалуйста. Значит, по поправкам, которые сейчас вносятся в законодательство по вопросам безопасности дорожного движения. Есть ли там в планах внесение, значит, таких поправок, которые будут устанавливать возможность общественного контроля за безопасностью дорожного движения и вопросы мониторинга безопасности дорожного движения? Ну, есть нормы, которые правительством вынесены по этому вопросу, и более того, мы сейчас еще этот вопрос корректируем. Мы хотим вообще, что общественное объединение, объединенные профсоюзы, они тоже могли вот, в какой-то мере сами проводили мониторинг и одновременно наряду с государственным инспектором по этому вопросу работали. И есть конкретно несколько норм, поступивших в этом направлении от депутатов. Жаңағыда тағы да бір айтпай қойын, қай ауылда, қай елде екенін, нөмірдің астына руын жазған, тайпаның атын жазғандар бар. Осыған байланысты бір шаралар бар ма екен бұл заңда? Одан кейін мына басқа ұлттың азаматтары өздерінің елдерінің көк байрағын ба, әлде жалауларын ұстап жүреді. Осы қалай осы? Осы мәселе, осы заң жобасы бізге келіп түспестен бұрын осының төңірегінде маған бір біздің журналист әріптестеріңіз сұрақ қойып бір интервью жариялап едік. Онда да пікірімді айтқам. Соны үлгірмей жатып, осы заң жобасы келді де, осыған біз өзіміз ұсынымызды енгізіп отырмыз қазір. Шын мәнінде де бұл енді бір өрескел дүние енді. Бұл мына мемлекеттік нөмір деген ол мемлекеттің меншігіне жататын мәселе ол жаңағы. Кәдімгідей мемлекеттік тіркеуден өтетін деген дүние. Енді әркім өз білгеніміз істеп болатын болса, әрине оған келісуге болмайды. Енді оған тыйым салынатын дүние шығар. Бұл тыйым салынады. Екіншіден әрбірден кейін ол өзіміздің де азаматтардың кішкене мынау көзқарастарына да байланысты мәселеме деп ойлаймын. Енді ол кішкене үгіт насихат жұмысында жүргізу керек шығар. Ал енді мынау жалаушалардың төңірегінде де ондай орын алған. Біз енді әрбір аймақты атап олардың енді намысына тимей ақ қояйық. Өздері де біліп отырған шығар оның төңірегінде. Сосын ғой атамай отырған. Иә, ол енді мен ойлап отырмын, дәл мынау жалаушаларды алып жүру қадау мәселесінің төңірегінде мына ұсынылған заң жобаның төңірегінде жауапкершілік қарастырған жоқ екен. Бірақ енді біз онда сондай бір өрескел дүниеге шығып кеткен мәселе емес пе деп қазір есептеп отырмын, мүмкін тоқтайтын шығар деген сияқты. Мен енді мына мүмкіндікті пайдаланып бере айтайын дегенім, бүгінгі үлкен бір пікірталас тұрып отырған заңның жобасында екі-үш мәселелер бар. Соның біреуі мына бүгінгі күні жүргізушілердің сенім хаты арқылы ағайынның, әкесінің, анасының деген сияқты басқа біреудің мәшинесі көліктерін жүргізу төңірегінде. Көптеген елдерде қазір сенім хаты арқылы жүргізу жоқ екен. Сол жүргізушінің куәлігі, мәшиненің құжаты, жеке басын анықтайтын құжаты болса жеткілікті. Сосын жаңағы қауіпсіздік мәселесінің төңірегінде страхование дейміз ғой, соған қажетті жаңа төлемін төленсе, сол бойынша жүре беруге болады деген бар екен. Енді екінші топтағы азаматтарымыз айтады, жаңағы қазір әсіресе мынау ішкі істер министрлігінің қызметкерлері көптеген қылмыстарды ашуға, мына ұрланып кеткен мәшинелерді іздеуге,
тағы да басқа да әне күні өзіңіз өткізген мынау қоғамдық кеңесте де осы мәселенің төңірегінде мен баяндадым ғой жаңағы. Олардың да жаңа айтып отырған дәлелдері назарға алынатын дүние екен деп. Сосын біз ойлап отырмыз, әрине жақсы шетелдің тәжірибесін алғанымыз дұрыс, ол әңгіме жоқ. Жалғастырақ тағы да телефон сұрақ бар екен, одан кейін жалғастырақ. Айта беріңіз сұрағыңызды. Ассалаумағалейкум. Уалейкумсалам. Менің қояйын деген сұрағым. Иә. Былтыр 1 жылдан бері мынау техникалық байқау өткізетін орындардың барлығы да шоғырландырған рас. Бірақ та сол қазір техникалық байқаудан өту үшін барлық жерде бүкіл облыс көлемінде жаңағы пара, енді көп ақша алатынды парақорлық жайлап кеткен. Рамазан аға, өзіңіз білесіз бе? Қандай шара қолданасыздар? Рахмет. Мен өзім сұрағыма көшкенше сізге жауап берейін. Бұл өте жақсы орынды сұрақ. Біз дәл осы мәселені көзімізді жеткізу үшін мен осы жұмысшы тобын 60-70 адамнан тұратын өзі. Басқа да осыған мүдделі деген адамдарын шектемей, сол ішкі істер министрлігіне қатыстырып, біз 2-3 осы Астана қаласындағы жаңағы тексеру орындарына барып көрдік. Айтқан жоқпыз біз. Біз жұмыс істеп жатқан процестің үстіне бірақ бардық та көрдік. Шынында да бір-екеуінде бүгінгі күннің талабына сай қондырғылар орнатылған екен жаңағы. Тіпті олардың жаңағы техникасын тексеруінен бастап, сол жүйенің өзі мынау транспорт және коммуникация министрлігінің ресми жаңағы орнына түсіп тұратына дейін жақсы істелген дүниелер жаңағы талабы. Кейбір жерлерде әлі сол баяғы дайындықтың үстіндеміз деген сияқты сылтаумен шығарып салды. 2-3 біз мәселені анықтадық. Біріншіден, шынында да өңірлеріміздің барлығы бір қалыпты қазір қамтылмаған. Әсіресе мынау шалғайда жатқан елді мекендер облыс орталығына, аудан орталығына барып өтуге мәжбүр болып жатыр. Ол деген қып-қызыл шығын ғой енді. Bir келгеннен өтіп кете алмайды ауылдың машинесі. Ауылдың машинесі міндетті түрде бір келген кезде бірнеше сылтауын табады. Оның әрбір келгеннің өзі ақша. Bir келгенде 3000-ға жуық ақша төлейді екенсіз. Екінші келгенде сол анықтаған тетігіңіздің бойынша өзінің басқа бағасы бар, соны жаңа төлейді екенсіз. Енді біз әне күні мәселе қойып отырмыз. Қазақстанда бір келкі баға болсын. Қазір әркім әр өңірде өзінің бағасын орналастырып алған. Жеке болғаннан кейін шешімдер отыр ғой енді. Мысалы, сіз жаңағы тежеу үшін тексеретін болсаңыз, Астананың бағасы біреу, Алматыныкі басқалай, Оралдыкі басқалай деген сияқты. Дөңгелегін ауыстырам дейтін болсаңыз, оныкі басқалай деген сияқты. Соны бір жүйеге келтіру керек болып отыр. Екіншіден, біз мына уәкілетті органға транспорт министр коммуникациясына жаңағы бақылау мәселесінің түгілі өкілеттілік берейік деп отырмыз. Қалай болғанда да кішкене бақылау болмайтын болатын болса, енді бұл қып-қызыл ақша. Жаңа дұрыс айтып отыр жаңағы. Әрбір келгеннің өзі қып-қызыл ақша. Оның үстіне біздің енді баяғы өзіміздің әдетіміз бойынша бармай жатып мөрді бастырып алып кету деген өнеріміз бар ғой. Оған тыйым салу үшін біз айтып отырмыз, бір жүйеге түсіріңіздер. Сосын үшінші қойған талабымыз, сіз бүгін техникалық тексеруден өткіздіңіз ба? Ертең сол апатқа түсіп қалып, сол сараптаманың негізінде сіздің кінәңіз болып айқындалатын болатын болса, сіз сол шығынға жауап бересіз. Азамат өте дұрыс қой. Оны айтпайтын болатын болса, олда не тек оны пайда табу ғана, ал егер ол өзінің істеген жұмысының нәтижесіне жауап бермек. Сол заң талқылағанда есіңізде ғой, осы мәселе біз қойып едік. Енді қол жетіп келе жатыр, міне көрдіңіз бе? Ақырында өмірдің өзі осыған алып келді жаңағы. Себебі азаматтардың өзінің талабы. Қазіргі көліктер бұрынғы көліктер емес қой. Қазір жүйдік көліктер келіп жатқандардың барлығы. Міне сондықтан біз жаңа осындай үш үлкен мәселені осы заңымыздың аясында қарап отырмыз. Мен отырмын жаңа бауырымыздың қойған мәселесі осыдан кейін шешімін табады деп мен өзім мол сенімім бар. Бірақ енді әрбірден кейін біз қанша жақсы заң жазып берсек те орындау барысы тағы бар ғой енді. Талай дүниені жақсы жаздық, бірақ орындау барысында бұрмаланып кететін сәттер бар жаңағы. Рамазан Құмарбекұлы, біздің әлі де қоятын сұрақтарымыз көп еді, бірақ уақыт жоқ екен. Егер аман-есен бәрі жақсы болса, күзде осы тақырыпқа тағы да бір келсек. Жақсы, міндетті ол уақытқа дейін өзі бір ыңғайланып Көзқарастың қонағы болған Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы фракциясының мүшесі Рамазан Сарпеков. Келесі аман сау болыңыздар, құрметті көрермен. Сізге келгеніңіз үшін көп рахмет. Рахмет.